Барлықтарыңызға сәлем. Салмақ тастау кезінде духовкада ПП котлеттерді қалай дайындаймын, соның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен майлы емес ПП етті мясорубкадан өткізіп, осылай фарш дайындап аламын. Енді блендерда бір жұмыртқа мен 2 сарымсақты езіп алып, дайын болған массаны фаршқа қосамыз және дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен фаршты дайын тұздалған еттен жасадым, сол үшін тұз қоспадым. Фаршты араластырып болғаннан кейін де құрғақтау болып тұрса, 50 мл су құйып, тағы да араластырамыз. Фаршымыз дайын, енді котлеттерді жасап, противенге тізетін боламыз. Фарш қолыңызға жабыспай, котлет жақсы жасалсын десеңіз, онда арасында қолыңызды суық суға сулап алсаңыз болады. Сол кезде котлеттер жақсы жасалады. Дайын болған котлеттерді алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен котлеттерді өзіңіз қалаған кез келген гарнирмен жесеңіз болады. Мен спагеттиді дайындадым. Жанына кез келген көкөніс салатын қоссаңыз болады. Мен осындай кабачки мен баклажаннан ПП рулет дайындадым. Дәл осы рулеттердің рецебі менің каналымда бар. Егер сіздерге рецебім ұнаса және дұрыс тамақтану жайлы қызық болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Каналымнан оңай әрі қолжетімді түрлі ПП рецептерді таба аласыздар.